Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар. Аты әлемге әйгілі ақын, философ, қоғам қайраткері Жүсіп Баласағұнның туғанына 1500 жыл толуына орай ұлы ойшыл ғұлама тақырыбындағы тұлғалы сағатты бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Жүсіп Баласағұн Шу мен Іле өзендері аралығында ұлан-байтақ өлкеден 11 ғасырда аты әлемге әйгілі ақын, философ, қоғам қайраткері Жүсіп Хажи Баласағұн орта ғасырлық Баласағұн қаласы музыканттар отбасында дүниеге келген. Оның туған жылы белгісіз бұл туралы ғалымдар әлі күнге дейін әртүрлі тұжырымдар ұсынылып келеді. Кей ғалымдар 1015 жылы, кей жерлерде 1017 жылдар деп көрсетіледі, ал кейбір жерлерде 1020 жылдар деп көрсетіледі. Дегенмен оның туған жылынан өмірі мен шығармашылығы, философиясы маңызды болары. Жүсіптің әкесі өнер иесі, күйші, музыкант болған. Ол да Қарахан мемлекетінің билеуші Сатух Бағраханға қызмет еткен. Жүсіп осы талантты өнерпаз әкесінің тәлімін алып өскен.